Бетке арналған түнде қолданатын табиғи маска. Түнде ұйықтап жатқанда теріңізді нәрлендіретін табиғи маска іздеп жүрсіз бе? Бүгін сіздерге үй жағдайында оңай жасалатын, теріні ағартатын, ылғалдандыратын, әрі жасартатын керемет маскалар ұсынамыз. Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Сіздерменен дертке шипа арнасы. Бірінші маска сүт пен бал маскасы. Ингредиенттері: 1 шай қасық табиғи бал, 1 шай қасық жылы сүт. Қалай қолдану керек? Бал мен сүтті араластырып, бетіңізге жағыңыз. 15-20 минуттан кейін жуып тастауға болады. Бірақ түнге қалдырсаңыз теріге терең сіңеді. Таңертең жылы сумен жуып тастаңыз. Пайдасы: теріні ағартады, ұсақ әжімдерді азайтады, құрғақтықты жояды. Екінші маска алоэ вера мен е дәрумені. Ингредиенттері: 1 шай қасық алоэ вера гелі, табиғи болса жақсырақ, 1 капсула е дәрумені. Қолдану жолы: алоэ вера геліне е дәруменін қосып араластырыңыз. Бетіңізге жұқалап жағып түнге қалдырыңыз. Таңертең жылы сумен жуып тастаңыз. Пайдасы: безеуді тыныштандырады, тері жаңарады, қызаруды басады. Үшінші маска жасыл шай және күріш ұны. 1 шай қасық күріш ұны, 1 ас қасық қайнатылған көк шай. Қоспаны қоймалжың етіп араластырыңыз. Бетке жағып 20 минут күтіңіз, немесе түнге қалдырыңыз. Таңертең жылы сумен жуып тастаңыз. Пайдасы: майлы теріге жақсы қуат береді, терінің өңін ашады. Қорытынды: бұл маскалар табиғи және оңай жасалады. Аптасына 2-3 рет қолдансаңыз, нәтижесі міндетті түрде болады. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Масканы жақпас бұрын бетіңізді жақсылап тазартыңыз. Құрғақ, таза бетке жағылған маска тиімдірек жұмыс жасайды. Және бір айта кететін жайт: осы табиғи заттарды қолданбас бұрын осы аталған заттарға аллергияңыз бар жоғын тексеріп алуды ұмытпаңыз. Дендеріңіз сау болсын. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.